Рамазан айында бәрі еселенеді. Жақсылық та, жамандық та, садақа да. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Рамазан айында жасалған әрбір амал неге еселенеді? Жақсылық та, жамандық та, садақа да бәрінің сауабы мен жауапкершілігі неге ерекше артады? Бұл сұрақтың жауабын білсеңіз, Рамазанға мүлде басқаша көзқараспен қарай бастайсыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Рамазан жай ғана аш жүру емес. Көп адамдар оразаны тек тамақ ішпеу деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде Рамазан жүректі тазартатын, рухты көтеретін, адамды өзгертетін ай. Бұл ай мейірім айы, кешірім айы, сауаптар еселенетін ай. Сондықтан Рамазан бүкіл жылдың ең қасиетті уақыты. Неге Рамазанда сауап еселенеді? Себебі бұл ерекше уақыт. Бұл айда Құран түскен, жәннат есіктері ашылады, тозақ есіктері жабылады, шайтандар байланып қалады. Яғни адамға жақсылық жасау бұрынғыдан әлде қайда жеңіл болады. Сондықтан Аллах тағала бұл айда жақсылыққа ниет еткеннің өзі сауап деп ерекше мейірім көрсетеді. Жақсылықтар неше есе көбейеді. Қалыпты күндері бір жақсы амалға 10 сауап жазылады. Ал Рамазанда 70 есеге дейін, кейде одан да көп есеге дейін көбейеді деп айтылған. Мысалы, бір дұға 10-даған сауап, бір садақа 100-деген сауап, бір жақсы сөз 1000-даған сауап болуы мүмкін. Сондықтан Рамазан сауап жинаудың алтын мүмкіндігі. Садақаның сауабы ерекше еселенеді. Рамазанда ең көп сауап әкелетін амалдардың бірі садақа беру. Неге? Өйткені бұл ай мейірім айы, аштықты сезіну айы, мұқтаждарды ойлау айы. Садақа күнәларды өшіреді, ризықты көбейтеді, қиындықты жеңілдетеді. Тіпті пайғамбарымыз Рамазанда ең жомарт адамға айналатын болған. Кішкентай садақада үлкен сауап. Көп адам ақшам жоқ деп ойлайды. Бірақ садақа тек қана ақша емес, бір адамға су беру, бір кісіге тамақ ұсыну, жылы сөз айту, біреуге көмектесу. Мұның бәрі садақа болып есептеледі. Тіпті ауызашарға бір құрма беру үлкен сауап делінген. Рамазанда жамандық та еселенеді. Өкінішке қарай тек жақсылық емес, жамандықтың жауапкершілігі де артады. Себебі бұл қасиетті уақыт, Аллаға жақын болатын кезең. Сондықтан өтірік айту, ғайбат, ұрыс, біреуді ренжіту сияқты күнәлар Рамазанда ауырырақ саналады. Оразаның мәні тек аш жүру емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: кім ораза ұстап тұрып жаман сөзді тастамаса, Аллаға оның аш жүргені керек емес. Бұл нені білдіреді? Ораза тек асқазан емес, тілдің, көздің, жүректің оразасы. Яғни тілді жаман сөзден сақтау, көзді харамнан қорғау, жүректі жаман ойдан тазарту. Міне шынайы ораза осы. Рамазан өзгеру мүмкіндігі. Бұл ай адамға берілген үлкен мүмкіндік. Өйткені Алла кешіруге дайын, дұғалар қабыл болады, жүректер жұмсарады. Көп адамдар дәл осы айда намазға келеді, жаман әдеттерін тастайды, өмірін өзгертеді. Сондықтан Рамазан жаңа бастама айы. Бір күнді бос өткізбеңіз, ойланып көріңіз. Егер әрбір жақсы амал 70 есе жазылса, онда Рамазанның әр күні үлкен қазына емес пе? Бір күнді бос өткізу 1000-даған сауаптан айырылу деген сөз. Сондықтан бұл айда дұға көбейтіңіз, садақа беріңіз, Құран оқыңыз, адамдарға жақсылық жасаңыз. Қорытынды: Рамазан ерекше ай. Бұл айда жақсылық еселенеді, садақа еселенеді, дұғалар қабыл болады, күнәлар да ауыр болады. Сондықтан бұл уақытты бос өткізбей, сауап жинап, жүрегімізді тазартуға тырысайық.
Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін. Әумин.